Жаңылысқа сәлем, құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай қарақұмық, яғни гречкадан жасалынатын қыстық салаттың рецептімен бөліскелі отырмын. Керек заттардың барлығын аршымай тұрып өлшеп аламыз. Және де менің каналымды жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен қызанақты осылай соқтартқыштан өткізіп алдым. Пиязды турап майдалап, сәбізді осында теркадан өткізіп алдым. Және де перісті соломка етіп турап, қарақұмықты жылы суға 1-2 рет жуып алған соң кішкене жылы суға бөктіріп қоямыз. Бұл салатты күрішпен де жасап жатады, бірақ негізі осы гречкамен жасалынғаны маған өте ұнайды. Қарақұмық кішкене осылай көлемін өзгертіп, шамалы үлкейетін болады. Ең бірінші пиязды қуырамыз. Жарты литр майға пиязды қуырамыз. Екінші сәбізімізді қуырамыз. Және де үшіншіде перісті қуыратын боламыз. Барлығын жақсылап кішкене қызарғанша қуырып аламыз толықтай. Содан кейін барып, оның үстіне қызанақ суымызды құямыз. Енді бұл салат қайнау керек. Қайнағаннан кейін барып, тұзын, қантын, уксусын салып, сосын барып қарақұмықты салғаннан кейін 45-50 минут қайнатамыз. Бұл салат негізінде өте тойымды салат. Қыстың күні тамақ ретінде жесе де болады, жылытып жіберсе кәдімгі тамақ болады, ал суық күйінде ол салат болады. Қантты салдым. Уксус егер 70% болса 1 қасық саламыз толтырып, егер 9% салатын уксус болса, онда 2 қасық салыну керек. Бұл жерде мен жарты килограмм ғана гречкамен жасап жатырмын. Қазір көреміз қанша банка шығатын соңында. Негізінде 1 килограммен жасаса, онда ол бұдан да көбірек болып, яғни осы кастрюльмен тола болатын еді. Гречканың негізі піскен кезде көлемі ұлғайып, көбейетін қасиеті бар. Егер де бұл рецепт сіздерді қызықтырған болса, онда осылай жарты порциясын жасап көрсеңіздер болады. Және де мен рецепті описание бөліміне міндетті түрде қалдырып қоямын. Жасап көрген болсаңыздар, онда комментарий бөліміне міндетті түрде нәтижесімен бөлісулеріңізді сұраймын. Салаттың заттарының барлығын түгел салып болғаннан кейін жақсылап мұқият араластырып, енді қайнауға қоямыз. Қазір қақпағын жауып, 45-50 минутқа қайнауға қоямын. Салатым толықтай пісті. Енді соңында көксөгін салып, оны қараңыздар, бойына барлық томат суын түгел сіңіріп алды. Егер қаласаңыздар бұдан сұйықтау қыламын десеңіздер, онда кішкене 1 литр соқын артығырақ құйсаңыздар болады. Алдын ала буландырып дайындап алған банкілерімен салаттарым салып жаптым. Менде 6 литр салат шықты. Жасап көріңіздер. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.